Сәлем достар, менің каналыма қош келдіңіздер. Бұл видео екінші бөлім соғымның жалғасы болады. Қазір біз бұл жерде қуырдақ дайындаймыз. Ең алдымен адамдардың санына байланысты жылқының кесек етінен, жүрегінен, бүйрегінен, бауырынан мөлшерлеп кесіп алып, оларды ұсақтап тураймыз. Ал енді бісміллә деп қуырдақ пісіретін ыдыстың түбіне шамалы ғана май құйып қыздырып аламыз. Қызған майдың үстіне туралған кесек ет пен майды салып, жақсылап тұрып араластырып аламыз. Ыдыстың қақпағын жауып, 30 минуттай баяу отта бұқтырамыз. Уақыт өтті. Енді қуырдақтың туралған етін жақсылап тұрып асты үстін аударып араластырамыз. Осының үстіне енді туралған жүректі саламыз. Араластырып, бетін жауып, баяу отта тағы да жарты сағат бұқтырамыз. Оған дейін туралған бүйректі салқын суға салып, жарты сағатқа қойып қоямыз. Көріп тұрғандарыңыздай қуырдақ бабымен пісіп жатыр. Енді еті балбырап пісу үшін біз осының үстіне шамалы су құямыз. Жақсылап араластырып аламыз. Арасына лавр жапырағын салып, қақпағын жауып, баяу отта 15 минут тағы да бұқтырамыз. Уақыт өтті. Ендігі кезекте бүйректі салып, жақсылап тұрып араластырамыз. Бетін жауып 15 минут баяу отта бұқтырып аламыз. Міне достар, қуырдақтың дайын болуына шамалы ғана уақыт қалды. Ендігі кезекте бауырды саламыз. Жақсылап араластырамыз. Бетін орталай жауып, 15 минут баяу отта бұқтырамыз. Достар, көзді ашып жұмғанша уақыт өтіп кетті. Енді тұздайтын уақыт жетті. Тұзын салып, бұрышын қосып, жақсылап араластырамыз. Араластырып алғаннан кейін дәмін көреміз.
Дәмін әдемілеп келтіру үшін шамалы тұз қосамыз. Ендігі кезекте үстіне пияз салынады. Жақсылап араластырамыз. Араластырып болған соң қақпағын орталай жауып 10 минуттай бұқтырып қоямыз. Ал достар, соңғы штрих, финишная прямая, чесногын салып, жақсылап тұрып араластырамыз. Араластырып болған соң қақпағын жартылай жауып, ең соңғы 10 минут ішінде баяу отта бұқтырып аламыз. Міне достар, соғымның нағыз балғын қуырдағы дайын болды. Ендігі кезекте дастархан басына отырып жеу ғана қалды. Ал енді осы видеоны басынан аяғына дейін қарап, менімен болғандарыңыз үшін сіздерге деген алғысым шексіз. Егер де менімен бірге болғыларыңыз келсе, міндетті түрде жазылып, лайк басуды ұмытпаңыздар. Осымен мен сіздермен қоштасамын. Келесі кездескенше аман сау болыңыздар. Adam қуырдақ жеп отырса, значит, мал сойды. Асымыз дәмді болсын. Достар, бұл видеоның бірінші бөлімін осы экранда көрсетілген сілтемені басып, толықтай көріп шығуға мүмкіндіктеріңіз бар.